Ал сен білесің бе? Қияр көкөніс ретінде 6000 жылдан бері белгілі. Оның отаны ретінде солтүстік батыс Үндістанды айтады. Ежелгі Египет ескерткіштерінде қиярды құрбандық үстелдерінде көруге болады. Ал Дахир эль-Барс ғибадатханасында олар жүзімен бірге бейнеленген. Қияр ежелгі гректерде де, римдіктерде де белгілі болды. Тіпті Грецияда Сикион деген атпен қияр қаласы бар. Қияр витаминдерге, көмір суға, макро және микро элементтерге толы. Мысалы, құрамындағы В1 дәрумені жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс жасауына, А дәрумені көздің көру қабілеті мен дене жастығын ұзартуға, С дәрумені иммунитет пен қан тамырларының дұрыс жасауына жауап береді. Ал калий элементі жүйке импульстарының берілуі мен жүрек соғысының реттелуіне жауапты. Сонымен қатар қан қысымын реттеу, ағзадағы су-тұз балансын қалыпты ұстауға қатысады. Сыртқы қабығы ағзадағы қанттың мөлшерін қалыпқа келтіріп, холестериннің жинақталуының алдын алатын жасұнық болып табылады. Құрамындағы йод элементі қалғанша безінің жұмыс істеуіне әсер етеді. Қияр 98% судан тұрады. Серотонин гормонының бөлінуін жақсартады. Дәрігерлер шаршау, апатия, депрессия кезінде қиярды рационға қосуды ұсынады. Қияр терінің жай күйіне оң әсер етеді. Ол бөртпелердің, қызару мен құрғақтықтың, қабыршақтанудың алдын алады. Тері ылғалданып, серпімді болып, майда әжімдер тегістеледі. Бетіңіздің өңі жақсарып қалады. Қиярдың шырыны беттегі секпілді азайтады. Қиярдың пайдасы жайлы ежелгі грек дәрігері Гиппократ өз еңбектерінде айтып кеткен. Христофор Колумб оның пайдасын біліп, өз саяхатында теңізшілердің тамақтану рационына балғын және де тұзды қиярды қосуды тапсырған. Бұл оларды цинга ауруынан сақтаған. Ал қазір қияр жайлы топ 10 фактке назар сал. Ал сен білесің бе? Әлемде қияр күні бар. Ол әр жыл сайын 27 шілдеде атап өтіледі. Қияр сөзі ежелгі грек тіліндегі агурос сөзінен шыққан. Оның мағынасы жетілмеген дегенді білдіреді. Европаға Христофор Колумб алып келген. Әлемдегі алғашқы жылыжайлар қияр өсіру үшін ойлап табылған. Алғаш ежелгі римдіктер өсірген. Эквадорда қияр кәдінің мөлшерімен, ал кәді қиярдың мөлшерімен бірдей. Әлемдегі ең үлкен қияр 30 килограмды құраған. Бұл көкөністі 2015 жылы Дэвид Томас атты британдық өсірген. Нежин және Луховица қалаларында қиярға арнап ескерткіш орнатылған. Әлемде квадрат қияр кездеседі. Бұны Жапония және Біріккен Араб Әмірлігінің мамандары тасымалдау барысында жеңіл және де көп орында алмас үшін жасаған. Тынық мұхитының шалғай аудандарында тіршілік ететін аборигендер қиярдың көмегімен аштықтан сақтанған. Олар қиярды бананың жапырақтарына орап, жерге көміп, сақтап үйренген. Қауын мен қияр туыс болып табылады. Ғалымдар олардың арғы тегі бір екенін дәлелдеген. Қияр көпшіліктің сүйікті көкөнісі болып табылады. Жоғарыдағы фактілерді ескере отырып, бұған еш күмәнданбаймыз. Ал сіз бұл көкөністі ұнатасыз ба? Қалай ойлайсыз? Төменге жаза кетіңіз.